Қайырлы күн достар, сіздермен идеал кек парақшасы. Бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ, тәтті болып шығатын капкектерді жасап көреміз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыз, себебі алда бұдан да пайдалы, бұдан да көп рецепттермен бөлісемін. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Ол үшін жұмыртқа, қант, сүт, күнбағыс майы, ұн, қопсытқыш керек болады. Барлығының грамдарын төменде жазып қалдырамын. Жұмыртқаның үстінен қантымызды салып, жақсылап осылай венчикпен араластырып аламыз. Оның үстінен сұйық майды және де сүтті құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Оның үстінен осы қопсытқышты қосып, жақсылап араластырып алдым. Содан кейін осы сұйық массамызға 3 бөлікке бөліп, ұнды салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Қамырымыз дайын болды. Осындай консистенцияда болып шығады. Өте сұйық та, қою да емес болу керек. Қамырды кондитерлік қапшыққа салып алдым. Себебі осы капкектің ыдыстарына салған кезде өте тез және де оңай салынады. Қамырды толтырып салмаңыздар, піскен кезде ағып кетуі мүмкін. Сол себепті тек қана осылай жартысына дейін толтырып, барлығын салып алдық. Енді осы капкектерді 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минуттай пісіріңіздер. Піскен піспегендігін ағаш таяқша арқылы білесіздер. Капкектер піскенге дейін біз кремін жасай береміз. Ең алдымен осы бөлме температурасына еріп тұрған майдың үстінен қант ұнтағымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Одан кейін сүзбелі ірімшікті де салып, жақсылап бір келкі болғанға дейін миксерлеп аламыз. Капкекке арналған насадкамен де осындай 1BX деген немесе закрытый звездочка деп кондитерлік дүкеннен сатып алсаңыздар болады. Осыны кондитерлік қапшыққа кигізіп, кремді салып алдым. Капкектер пісіп шықты. Осындай қызарып, әдемі болып шығады. Енді осыны ортасын осы насадкамен тесіп алдым. Себебі қазір ішіне начинкасын салатын боламыз. Барлығын осылай жасап шығыңыздар. Салмасына вареный сгущенканы пайдаландым. Сіздер де осындай сгущенканы немесе шоколад, тағы да варенье секілді түрлі өздеріңізге ұнайтын начинканы қоса берсеңіздер болады. Барлығына салып шығамыз. Немесе мүлдем бұл начинкасын қоспай, тек қана кремнің өзін пайдаланып та жасай беруге де болады. Барлығы өз қалауларыңыз бойынша. Кремді жағамыз. Алдымен осы шеттерін жақсылап креммен айналдырып, жағып, қалған жерлерін осы видеодағыдай етіп, кремді жағып алыңыздар. Тағы да бір рет көрсетемін. Алдымен шеттерін толықтай жабамыз. Сол кезде капкегіміз өте әдемі болып көрінеді. Дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, барлық капкектерді жасап, кремін жағып аламыз. Оформлениясына осындай құлпынайларды пайдаландым. Сіздер өздеріңізге ұнаған жеміс-жидекті пайдалансаңыздар болады, немесе шоколадтарды да пайдалануға да болады. Міне достар, капкегіміз дайын болып шықты. Өте оңай дайындалады, өте жұмсақ, сондай дәмді болып шығады. Тапсырысқа да дәл осы рецептпен жасасаңыздар болады. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.